Мен адамдарды кітапқа ұқсатамын. Бірі мұқабасымен алдаса, бірі мазмұнымен таң қалдырады. Қазір жығылатын болсаң, біреу тұрғызып қоятын заман емес. Жығылсаң тез арада тұрып кет. Әйтпесе, адамдар үстіңнен таптап кетеді. Ешкімді сөгіп тілдеме. Адамның бәрі бір пенде. Артық айтып сендеме. Жігерің жетсе үндеме. Пәтуасыз көпіріп, әр ісінен мін көрме. Қатесін басып бетіне, қадірің кетіп күндеме. Шықпаса жылы жақсы сөз, салмақсыз текке сөйлеме. Болмай тұрма көңіл күйің, түсінемін өмір қиын. Сен еңсеңді түсірмеші, ұсынады өмір сыйын. Кімге керек жылағаның, пенделерден сұрамағын. Тас жүрекке айналған көп, сабақ болар құлағаның. Алла әр нәрсенің мөлшерін белгілеп қойған. Бұл өмірде барлық нәрсе өлшеулі. Тіпті сенің қиындықтарының да мөлшері бар. Үнемі басыңда тұра бермейді. Бір кезде ол да кетеді. Тек үмітіңді үзбе. Жуас болсаң, бәрі сені басынғыш. Аңқау болсаң, бәрі сені алдағыш. Жомарт болсаң, бәрі сені қолдағыш. Бай болсаң, бәрі сені сыйлағыш. Атақты болсаң, бәрі сеніменен араласқыш. Басыңа сондай бір ауыр күн туса, жақыным деген адамдарға барып, есігін қағып көр. Есік ашылмауы мүмкін, бірақ көзің ашылады. Сый білмейтін адамды сыйламаймын, ұнатпайтын адамды қинамаймын. Өз үйімде таза ұстап өмірімді, керек емес қоқысты жинамаймын. Қанша түзу жүрсең де, қисайған көлеңкеңнен кемшілік табатындар болады. Сен тіпті періште болсаң да, қанатыңның суылы ұнамайтын біреу табылады. Өмірде ең қиыны не екенін білесіз бе? Алланың сынағы. Жүректегі мұң, іштей жылаймыз, сырттай күлеміз. Адам екі уақытта үнсіз қалады. Бірі бәрін түсінгенде, енді бірі бәрінен көңілі қалғанда. Жақсыға қылсаң жақсылық, нұр болып өзіңе қайтады. Жаманға қылсаң жақсылық, жыр қылып өсек айтады. Кісіге жақсылық жасамас бұрын, ол адамды дұрыс танып білген дұрыс па деп қалдым. Себебі мен өмірімде сондай адамдарға тап болдым. Және қалған өмірімде азық боларлықтай үлкен сабақ алдым. Ет пен сүйектен жаралған пенделердің бәрі бірдей емес. Адамды танып білуден қателеспеңіздер деген кеңес айтар едім. Ешкім сені нені бастан кешіргеніңді, қандай уайымның болғанын білмейді. Ешкім ішіңде қандай от жанғанын, не нәрселермен күрескеніңізді білмейді. Негізінде сенің қандай адам екеніңді білмейді. Бірақ бәрі сені білместен сен жайында пікір қылуды өте жақсы біледі. Адам дүниеге келгенде тәкаппар болып туылмайды. Адам туылғанда таза, пәк күйінде болады. Тәкаппарлық адам баласына жолдан жабысатын мінез. Бір-екі белестерді бағындырған кезде, бір жұмыстарын өрге домалаған кезде, жолың ашылып, армандаған арманыңа, алға қойған жоспар мақсаттарыңа жеткен кезде, бір кісілерде тәкаппарлық мінез пайда болады. Бәріне өзім жеттім, өз қолымды өз аузыма